Қайырлы күн достар, қалайсыздар? Мен бүгін тауық етін дайындамақшымын. Пеште пісірілген. Ең алдымен бізге керекті 2 шай қасық қыша және 3 үлкен ас қасық бал, яғни мед, және де соевый соусымыз керек, елемейтірлік. Және сарымсақтан 3 үлкен бас түп сарымсақты турап дайындап қойдым. Маринадтауға арналған салмамыз өздеріңіз көріп отырғандағыдай өте ерекше құрам. Әдетте біз майонезбен, чеснокпен және де кетчуппен және де паприка қосып дайындалатын тауық етін мен бүгін басқаша салмамен дайындап жатырмын. Бұл тауық еті отбасыма өте ұнады. Балалар барлығы прям сүйіп жеді, яғни тауысып қойды. Бірден дәмі өте күшті балым болып шықты. Сіздерге де осылай дайындап көруге кеңес беремін. Достар, канал пайдалы болса, лайк басып, комментарий қалдырып, белсенді болыңыздар. Алда сіздерді өте керемет, оңай, дайындалу оңай рецепттермен қуантамын. Салманы әбден сұйық болғанша араластырып жатырмын. Барлығын араластырып болған соңынан зәйтүн майын 3 үлкен ас қасық қосып жатырмын. Салманың иісі мұрын жарады. Өте күшті иіс шығып тұр. Балғын. Салманың басында дайындамастан бұрын мен балдың ішіне 3 шай қасық ас тұзын қосып араластырып қойдым. Және де салмаға үлкен ас қасықпен 5 шай қасықтан кейін үлкен ас қасықпен соңында тағы да тұз қостым. Неге тұзды осындай мөлшерде қосып жатырмын? Себебі кез келген тамақты, етті тұздағанда да, маринадтағанда да тұз әбден сіңу керек. Әрбір тамақтың дәмін келтіретін тұз екен бәрімізге белгілі. Сондықтан тұзды сондай мөлшерде қосамыз. Салманы тауық етінің ішіне барлығына араластырамыз. Дәмі шығу үшін. Мен маринадта бұл тауық етін жарты күнге қалдырамын. Себебі жарты күннің ішінде әбден сіңу керек. Және 2 жағынан ауыстырып тұрамын. Арнайы қыздырылған 180 градустағы пешке 3 сағатқа тауық етін мінекей дайын болды. Өте әдемі алтын түстес болып шықты. Сіздерге осылай дайындауға кеңес